Ассалаумағалейкум қадірмен достар, бұл мен Ермұхамед Мәулен, және сіздер Аладоп YouTube арнасында отырсыздар. Соңғы жаңалықтардың барлығы Еуропа чемпионаты туралы болып жатыр. Сондықтан да осы жолғы менің видеомда Еуропа чемпионатына арнағым келіп отыр. Енді әлбетте көп жағдайда мен Қазақстан футболы туралы, Қазақстан чемпионаты туралы түсіретінмін. Осы жолы Еуропа футболы туралы да бір сөйлей кетейін. Өйткені қазіргі жанкүйерлердің, халықтың барлығының да назары сол Еуропа чемпионатына ауысып тұр. Және біздің фон деген компаниядағы достарымыз да осындай Еуропа чемпионатына байланысты көптеген акциялар ұйымдастырып жатыр. Олар туралы да айта кетейін. Жалпы 150 миллион теңгеге жуық акция ұйымдастырып жатыр. Сондай қаржыны сіздерге таратып береді. Яғни сіз ақша шығармайсыз, қаржы салып бәстігуге қажет жоқ. Тек болжамдарды былай басып көрсеңіз, сіз 150 миллион теңгенің бір 20 миллион, бәлкім 30 миллион теңгесін жеңіп алуыңыз мүмкін. Әлі де мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан да ширек финалдан бастап өз болжамдарыңызды жасасаңыздар болады. Ол жайлы сіздер қаяқтан көреміз десеңіздер, осы видеоның астында арнайы тіркеліп тұрған комментарий бар. Соны бастаңыздар, сол жаққа топ ете қаласыздар. Мінекей осындай жалпы жаңалық. Ендеше біз ширек финал матчтарына болжамымызды бастаймыз. Сонымен ширек финалдық матчтардың алғашқы жұбы бұл Испания және Германия командалары екендігі түсінікті. Испания командасы Грузияны 4-1 есебімен тас талқан ұтты. Екі аяғын бір етікке тығып жіберді десек те болады. Ешқандай қиналған жоқ, проблема болған жоқ. Испания командасы өзінің тобында 9 ұпай алған жалғыз команда осы Еуропа чемпионатында, және плей-оффта 4 гол салып отыр. Ондай команда да жоқ. Сондықтан да нәтиже енді адам шоштарлық. Ойбай, зорлау деген маған әшейін сән ғой. Елдің барлығын жүріп өтіп жатыр. Тики-така жұмыс істеп тұр. Ламин Ямал бір қапталдан, Неко Уильямс бір қапталда, ортада Родри, Фабиан Руис екеуі шайқап жатыр. Былайша айтқанда өте күшті, өте керемет. Тек Альваро Мората сәл-сәл кішкене қиналып барып гол салып жатқандығын білесіздер. И то оның жартысы офсайд. Не отынықтар? Не болып жатыр, не жерде өзі? Енді Германия командасы туралы айтайын. Германия бит кішкене қиналып барып топтан шықты. Швейцариямен тең ойнады, қосалқы құраммен жүрді. Германияның негізі биылғы составы ойыншылар құрамы сәл әлсіздеу, оны мойындауымыз керек. Бірақ оның екінші бір басымдылығы бар. Германияның ол жарыстың дәл осы Германия, Алмания жерінде өтіп жатқандығы. Жергілікті жанкүйерлер, билік, футболшылар, стадиондар, бүкіл жағдайдың барлығы солар үшін жұмыс істеп тұр десек те болады. Сондықтан да бұл матчта кім өтетін, енді мен ішкі ойым Испания өтіп кететін шығар деген ойдамын, бірақ онымен сіздер келіспеулеріңіз мүмкін. Жалпы 1,5 миллиардқа жуық адам келіспеуі мүмкін. Сондықтан бұл болжамды мен сіздерге қатты бір айтпай қояйын. Менің болжамым Германия, жаңағы Жамал Мусиалалар ойнайтын Германия гол салу мүмкін. Енді өз алаңда өтіп жатыр ғой, намысқа тырысатын шығар. Ал Испания ол 100%, 100%, әшейін 100 жүріп өтіп гол салуы тиіс. Кірдіңдағы додаға кірдіңді, бір-ек салдым. Күнделікті тіршілігім ғой. Сондықтан бұл матчқа фондағы біздің әріптестеріміз 1,73 коэффициент беріп отыр екен. Обе забьет дейміз ғой, енді қазақша айтқанда. Соған 1,73 коэффициент. Менің ойымша өте тамаша. Екеуі де гол ұратын команда, екеуі де шабуылдайтын команда. Сондықтан плей-оффта енді өліспей, беріспей ойнайды бұл командалар. Сондықтан өте тамаша болжам деп есептеймін өз басым. Екінші жұпқа көшеміз. Бұл Португал және Франция құрама командалары. Португал құрама командасында өздеріңіз білесіздер, Криштиану Роналду ойнайды. Заманымыздың заңғар ойыншысы, тектінің тұяғы, асылдың сынығы. Соңғы тұяқ. Бұдан кейін көрмесіндер деп. Жоржиньоның күйеуі деген сияқты атақтары бар кісі. Пенальти сала алмай жылап қалды өткенде, бірақ енді үлкен кісі Кореяға күлсең, Кореяға күл дегендей. Осы жол бәлкім гол ұратын шығар. Бір рет басқа көтеріп берсең, сылқ еткізіп ұрып жіберуі мүмкін. Бір гол ұру керек қой енді Криштиану, ұят. Дегенмен Франция командасы сұрапыл.
кәдімгі сұрапыл ишше деп айтуға да болады. Өйткені Франция командасының негізгі құрамында Килиан Мбаппе, Осман Дембеле, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Барколя, Гризман, Рабио, ең бастысы қазір Канте деген футболшы керемет ойнап жатыр. Сондықтан Франция енді масқара мықты. Өткенде Дидье Дешамның шеберлігін көрдіңіздер. Тұрып 80-ші минутта бір ойыншыны шығарды, ол Рандал Коло Муани, және сол гол соқты. Соның арқасында жеңіске жетті. 1-0 есебімен Бельгияға шапалақ беріп жіберді. Мінекей осындай жағдай. Енді қазір қарайтын болсақ, Франция командасының негізі сәл басымдылығы, статистика бойынша да, футболшылар құрамы бойынша да мықты екендігін сезіп байқап отырмыз. Сондықтан менің ойымша олар Португалия құрама командасынан кішкене де болса басым түсетін секілді. Өйткені Португалияның Словенияны зорға жеңгендігі бізге көңілімізге күдік ұялатып отырған жайы бар. Одан кейін енді оны түсініп отырсыздар, мен негізі бұл жерде Францияның келесі кезеңге өтеді проход дегенін айтқым келеді. Оғанда фондағы біздің әріптестер тамаша коэффициенттер түсініп отыр. Енді оны ашық көрсеңіздер болады ары қарай. Нидерланд, Түркия командалар арасындағы матч. Нидерланд құрама командасының ойын көрдіңіздер. Румынияны 3-0 есебімен кәдімгі жазалап жіберді. Испаниядан кейінгі екінші нәтиже Нидерланды құрамасында голды сұрапыл соғып жатыр. Одан кейін Тижани Рейндерс керемет ойнайды. Коди Гакпо, Хави Симонс деген жас бала кішкене Раббона теу былай өз-өзін көрсетіп өте лақтап жүрген жайы бар. Дұрыс емес ойны, тәжірибесі жетіспей жатыр. Бірақ Мемфис Депай тамаша ойнап жатыр. Команданы алға жетелеп жүр. Тәжірибелі адам ретінде негізі олай керемет ойнамайтын еді, но вдруг осылай қатты ойнап кетіп отыр. Негізі Төнкомп Мейнерс деген мықты футболшы бар, Джошуа Зиркзе бар. Бәлкім соларда шығып қалатын шығар, Рональд Куманға қалдырып отырмыз бұл сұрақты. Менің ойымша Нидерланд құрама командасында қатты бір проблема болмау керек, сөйтіп Түркия командасын жеңетін шығар деген ой бар. Және анау экстра таймға жіберіп, пенальти теуіп жүрмейді, сразу 90 минуттың ішінде мәселені шешу керек. Өйткені Донел Мален деген сияқты футболшылардың ойынын сұрапыл менің ойымша. Және Түркия командасына байланысты айтатын болсақ, олар кеше Аустрияны жеңіп кеткеннің өзі кішігірім сенсация болды. Топтан шыққандығының өзі үлкен мереке болды. Кәдімгі мереке той өте тамаша, аспанда байрақтар ұшып жатыр. Түркияда Ердоған вообще мемлекеттік мереке қылып жіберді. Сондықтан менің ойымша Түркия командасының жеткен жері осы шығар. Жалпы жаман емес, өте тамаша, ширек финалға шығып отыр. Және Нидерланды құрама командасының жеңісі. Жеңіс бірінші команда 90 минуттың ішінде. Осындай болжам айтқым келіп отыр. Англия, Швейцария деген бір топ бар, бір пар бар десек те болатын шығар. Швейцария командасы мүлде басқаша ойнайды, Англия командасы мүлде басқаша ойнайды. Жалпы ойнамайды десек те болады Англия командасы. Осылай елін бәрі қазір ойлап отыр. Швейцария так топтан шықты, Италияның өзін 2-0 қылып жіберді. Енді қазір Англияны тот жібереді, олар мықты шабуылдайды. Иә саған. Ондай емес, ол футбол деген оның бәрі есеп, калькулятормен ойнап отыр. Швейцария командасы әңгіме жоқ, мықты, маған да ұнайды, керемет шабуылдайды. Дан Андой, Варгас, Эмболо деген. Бірақ олардың барлығы орташа деңгей. Италия деген ол қазір нашар. Спалеттидің командасы әлсіреп кеткен. Ішінде Каляфьори ойнамады сол матчта, білесіздер, сары қағаздардың саны бойынша дисквалификацияға ұшырап. Сандро Тонали жоқ. Ұлттық құрамаға Фаджоли неменеге алды, Фратези не керегі бар еді деп, қазір Италияның бүкіл Ла Газета делла Спорт, Карьера делла Спорт дегендердің барлығы жарыса жазып жатыр. Жарғақ құлақтары жастыққа тимей. Сондықтан менің ойымша Швейцария командасының жеңісі өте тамаша, бірақ Англияға оның шамасы нифига да жетпеуі тиіс. Ни шалостей, ни гаданий, ни скачек. Англия командасы ол қанша дегенмен де қорғанысы мықты, гол жібермейді. Енді арасында бір гол жіберген күннің өзінде Джуд Беллингем бар, Харри Кейн бар, Фил Фоден бар, ортада Деклан Райс ойнап жатыр. Қосалқы құрамда негізі ағылшын премьер лигасының 3 бомбардирі отыр қосалқы құрамда. Соларды шығарған күннің өзінде масқараға жіберге болады. Эзе деген футболшыны көрдіңіздер. Кол Палмер қосалқы құрамда отыр. Сондықтан менің ойымша Англия командасы Швейцарияны өткендегідей сол ичілеп жүріп 1-0 қылып айдап алуы мүмкін.
бір гол соқса болды. Шамамен былай қараңыз, егер 32-ші минутта бір бұрыштама көтеріліп, одан Харри Кейн немесе Джуд Беллингем гол соқса, матч сол жерде бітті деп ойлаңыз да, телевизорды өшіріп кете беріңіздер. Англия жартылай финалға шықты деген сөз. Менің болжамым осындай, матчтың барысында ұтады және бұл ойында топырлатып ешкім голды соқпайды. Тотал 2,5 кем деп алсаңыз болады. Англия командасының тоталы 2-ден кем деп алыңыз. Өйткені Швейцария егер бір гол соқса, амал жоқ 2 гол салуға тура келеді. И то ничего не салу да мүмкін. Мінекей осындай жағдай, Гарет Саутгейт, елдің барлығы да сынап жатқан Саутгейт командасын жартылай финалға алып шықты. Ал жартылай финалда кімдер кездесетіндігін біз әлі білмейміз. Мұның барлығы болжам, қадірмен достар. Елдің бәрі біліп тұратын болса, Грузия топтан шығады, немесе Испанияға гол салады деп айтып, соған бәс тігіп, елдің бәрі ұтып кетпей ме? Елдің бәрі миллионер болмай ма? Мен кішкене логика қосып қарайтын болсақ, осындай жағдай. Менікі де сараптамалы осындай ой. Өзім қазір құрылыс саласында жүрмін, қазір жаңа ғимарат ашып, жаңа Златан Фудтың кәсібін дөңгелетіп жатқан жайым бар. Тура осының ішінде енді жаңа локацияда мен видеолар түсіретін боламын. Өйткені соңғы видеоларым барлығы да Қабанбай Батыр 11 көшесіндегі фанбарда түсіріліп кеткен еді. Достар, сонымен біздің YouTube арнамыздың оқырмандарының саны 28 мыңға жетіпті. Неге 30 мың емес? Неге? Неге? Сондықтан да біздің арнаға тіркеле кетіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар және комментарий жазыңыздар. Мен біразын оқимын және ұнағандарына жауап қатып отыратында әдетім бар. Және алдағы выпускта мен сіздерге Қазақстан Лига кубогіне байланысты болжам айтам және сараптама айтам. Өте Қазақстан футболына қайта ораламыз. Бірақ енді арасында осындай Еуропа футбол туралы да айта отырайық. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Ермұхамет Мәулен. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.